Сәлем достар. Бүгін біз ер балаға арналған тақия тігетін боламыз. Ол үшін балаңыздың басын өлшеп аласыздар. Мен баламның басының өлшемі 54. Соған мен диаметр 18 сантиметр қылып шеңбер сызып алдым. Және содан 1 сантиметрден өлшегенде 54 сантиметрде шығатындай қылып жасап, 54 пен 1-дің аралығын бір-біріне қосқанда біздің тақиямыздың төбесі шығады. Енді мен бәрін сіздерге сразу түсіндіріп айтайын. Фетр матасын жаңағы шеңбер бойынша қиып аласыз, және де велюр матасын қиып аласыз. Сол центрін тауып, жаңа керек емес артық жерімізді қиып тастаймыз. Және де осы тақиямыздың төбесін әрбір жерінен 5 сантиметр ара қашықтықтан белгілеп, соны тігіп шығамын. Және де біздің тақиямыздың астыңғы бөлігі, ол жаңағы баламыздың басының өлшемі, ол 54 дедім. Сол 54 пен қиып аламын, ал енін 6 сантиметр қылдым. Және велюр матасын да дәл солай етіп қиып алдым. Міне біздің тақиямыздың төбесі дайын болды. Жаңа мен сізге айтқандай шеңбер бойынша осылай тігіп дайындап қойдым. Енді бізге тақиямыздың төменгі жағын осындай әдемі ою лентамен тігіп шықтым. Қараңыздар, қандай әдемі, күшті шығады. Енді осы бөлікті біз бір-біріне зигзагпен тігіп шығамыз. Міне менде дайын болды. Сіздерге қысқаша үзінді қылып көрсетіп жатырмын. Өздеріңіз жасаңыздар, бәрінің қолынан келеді. Осылай етіп дайындап алдым, және төбесін айналдырып зигзагпен тігіп шығамын. Міне осындай әдемі тақиямыз шықты. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк қойып комментарий қалдырыңыз, және де тіркелуді ұмытпаңыз.